Хакасский героический эпос называется «Алыптых Немах». Это величайшее достижение хакасского народа. Еще Василий Васильевич Радлов, востоковед, тюрколог, этнограф, археолог, музеевед, писал. Кстати, он немецкого происхождения. Такое величайшее господство эпоса я нашел только у двух народов тюркского происхождения, живущих в настоящее время совершенно отдельно друг от друга. У абаканских или минусинских татар на верховье Енисея и у киргизов. Хакасский героический эпос дошел до наших дней благодаря народным сказителям хайджи, которые передавали из поколения в поколение своим потомкам истории о богатырях. Албунджи – хакасский героический эпос. В сказании главным героем является смелый, чистой душою, глубоко любящий свой народ Албунджи, сын богатыря Кулатая. С малых лет он испытывал страдания и лишения. Бедняк, не умеющий даже имени, он в поисках народного счастья сумел у чудовищной рыбы Кирпалы поведать тайну волшебного посоха и шарика. В неравном бою смелый Албунджи погибает, но сестра Кулатая, самая умная девушка, воскрешает Албунджи и его друзей. А сейчас перед вами выступает Челтыгмашев Юрий Петрович, член общественной организации «Инет-Или», журналист РТС, магистрант Хакасского госуниверситета имени Николая Федоровича Катанова, который исполнит отрывок из хакасского эпоса «Албунджи», записанного от Петра Васильевича Курбижекова. Каждый человек должен знать свою историю, свою культуру, свои обычаи и традиции. Человек, который не знает своей истории, мгновенно превращается, как сказал Чингис Айтматов, Манкурта, это раб, которому можно навязать все, что угодно. Хакасский героический эпос часто начинается с сотворения земли. То есть описывается, что земля зарождалась, медь начинала твердить тогда. Русло в горах пробивали ручьи, звезды небес зажигались ночи. Сейчас я попробую передать эту атмосферу, и начинается, как правило, с зачина. Büdürdü buldu, şiizi basit hazırdı buldu, ağın soğuları ağıp şadıdır. Ağızda azığa özü, bastık şastayğandı mandalып şadıdır. Şirine özüge kirimsen öz bağır sındırıp şadıdır. Kirimsen altından xam qarazı uxarlı pandaq şadıdır. Bastık şastayğın odasında xarlı baxar qarazıqның qastıdır. Xal-xalmaq çönüştüm, xayrızı qandı eybiz şedidir. Olu oğan şutun üstünde. Арғалаймақ жөншікті болуға базы орын жатқанда қалын жұрттанды болды.
döküp malak şahda şayla pırgan. Ahon otup şörüp şedidir, kökörünüşüp şörüp şedidir. Xanbeginin axırgıyı bandı qoğustolup durup şadadır. Axırgıyı bağında atbalı cınaqtın jeşmedi, arıncıla qoyatı andaylanıp durup şadadır. Xadırğın malının özü kızı xalıqşının Xanbegi, ağoyatı qalıp qanandı şuta bağırıp şadadır. Arғыл şatın alğına baxıyı, ayarı buğun iney kızı. Тағыриндағы фестивалға салған аранжылы қары болып андайланып тұрып шадыдыр. Қарағының от шыққанда, қарағының төден шық жатқанда, башын деймін түгінің атсейіне шет тұрған шадыдыр. Қары құлатты қолады ерсейіне шет тұрған болырдыр. Шкенші балызы алып қаным, қысейіне шет берген, 6-10 зірмізі арғызына жайылып, елік зірмізі емне жайыл шырыдыр. Егерлер ескен жолы етпен шүтіп шатыдырлар. Найлар сықан жолы шағықпен шүтіп шатыдырлар. Еде олар шүтіп сұнды, ерінің үйдерге алыпқан амды жоқтып селеп отыр. Құлы де тапсып тоғдыра базына. Аба кызы қолатай, алтыма мүмкін қары құлыт ақсейінне шетберген, ал боғызыңдызың қолатай ерсейінне шетберген. Жалбақ жеріне үстіне епшкөлешік, шағық тегір алтын айлан түскөлешік. Жалбақ жеріне үстінде қары құлат шіле ат төредені, шағық тегір алтынды, ал боғызың қолатай жерге алып көлік төредені. Адызы бұғын алып қал, ам жоқтып сөйлеп отыр.
Еркен кенжем қолаттай, езің зейін ертізін, ағалың жейін аспазын. Шалбақ жерінің үстінде ақтан артық бар. Шақ кегер алтында ердің артық ер бар, қайты олық жоқтыңдан. Қайда мындай сен жүршетсің. Өкіз шабыс десен көздің, өзің ашып жүршеткейсің. Өкіз қолыны ат үскі шөргезің, өкіз солғаны еретіп шөргезің. Алыптар олық жерді қалдыңдар. Алғы оғым түзін алшиты қыла жатқан оғырдырып ауы жерге шадықлайландым.